Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі айтыскер ақын, иісі қазаққа жақсы таныс Ринат Зайытов күннен күнге кедей күйге түсіп бара жатқан халықтың әлеуметтік мәселесін көтеріп, бір топ шенеунікке хат жазған болатын. Ринат Зайытовтың өзі дәл қазір Алатау театрының директоры. Хатта ол премьер-министр Әлихан Смайыловты, президент әкімшілігінің басшысы Мұрат Нұртілеу, мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова және мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаевқа жолданатындығын айтады. Бұл хатты жоғарыда аталған лауазымды тұлғаларға жолдауымның себебі қойылғалы тұрған сұрақтың нақты жауабын тек солар ғана бере алатынын білемін. Өкінішке қарай көтерілгелі тұрған мәселе жалғыз Алматы қаласы әкімдігінің мәдениет басқармасына қарасты Алатау дәстүрлі өнер театрының ғана емес, күллі халықтың қабырғасына батып тұр. Алатау дәстүрлі өнер театры Алматы қаласына ғана емес, Қазақстан мемлекетінің барлық аумағына атадан қалған асыл мұра ұлттық дәстүрлі өнерімізді жаңаша үлгіде таныстырып, насихаттап отырған бірден бір мекеме. Менің бұл театрға тағайындалғаныма 703 күн болды. Аталған уақыттың ішінде ұлттық өнерге, мәдениетке бар күшін жігермен үлес қосып, өз мемлекетінің қарыштап дамуын қалайтын азаматтардың бар екенін менің көзім әбден жетті. Ол аталмыш театрдың ұжымы. Айналаны жайлаған қымбатшылық театрды да айналып өтпейтін анық. Күні кеше біздің депутаттардың ішінен Қазақстанда кез келген азаматтың өмір сүру үшін 100 мың теңге жетеді деп жұртты шулатыпты. Халық оны жерден алып жерге салды. Ендігі сұрақ: Алатау театрының кассирі Сәрсенова 3 баланың анасы, ипотека төлеп отыр. Айлығы 74.705 теңге. Дәл осындай жағдайдағы контролер Рахымғалиева 72.791 теңге алады. Ал үйі жоқ 3 баланың анасы контролер Табанова 67.044 теңге айлықты қанағат тұтуға мәжбүр. Тағы сол сияқты 100-ден аса мысал келтіре аламын. Жауабын сіздер білулеріңіз керек. Олай дейтін себебім, мемлекеттің шешуші лауазымдарына орналасып, теледидардан Қазақстан дамып келе жатыр, елдің жағдайын жаман дейтіндер экстремистер, популистер мен арандатушылар деп айдар тағып отырған өздеріңіз. Мені де сол қатарға оңай қоспауларыңыз үшін сұрағыма қанағаттанарлық жауап тауып бере алсаңыздар, қызметімді өз еркіммен босатып, сіздердің тараптарыңызға бірде-бір жаман сөз айтпай, берген барлық мадақ атақтарыңызды қайтарып беріп, сонымен қатар айтыстан ұтқан асыл домбырамды сыйға тартуға уәде беремін, дейді ашынған ақын Ринат Зайытов. Расында елдегі халықтың жағдайы мәз емес екенін Тоқаевтың өзі де біліп көріп отыр, оны кешегі үкімет жиынында айтты. Ал енді айтыскер ақынның хатына жауап қандай болмақ? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.